Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге қазіргі күнгі хит болып жатқан өте тойымды кеседегі кешкі асты дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде соңына дейін видеомды көріп алып, ұнаса коммент жазып, лайк басып кетсеңіздер қыздар. Ең алдымен қамыр илейміз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы суға сары майды ертіп құйып, үстіне тұз салып, және ұн салып, қолға жабыспайтындай етіп, әбден қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырдың қаттылығын және жұмсақтығын осы видеода көрсететін боламын. Қатты немесе жұмсақ болып қалмасын, дәл осындай жұмсақтықта болу керек. Кейін қамырларды бірдей қылып 8 бөлікке бөліп, төбесіне қақпақ жасайтын тағы да қамырлар бөліп қойдым. Салмасына мен картоп және де кәдімгі жылқының еті, мен қойдың етін араластырдым, және де бұл жерде пиязды, тұз, бұрышын және де 200 граммдай су құйып жіберіп жақсылап араластырдым. Кішкене зіра салсаңыздар да болады. Кейіннен жаңа дайындап қойған қамырымызды жайып аламыз да кесеге дәл осылай түйіп аламыз. Бірінші салған кезде қыздар кішкене болгарский тастап жіберсеңіздер өте дәмі әдемі болып шығады. Кейіннен іш май саламыз кішкене. Ортасына дайындап қойған салмамызды салып, етін жабатын кезде кішкене ғана бір чайный ложкадай сары май салып жіберсеңіздер өте дәмді болып шығады. Міне дәл осылай дайындап алып, кеселерімізді қойып, үстіне жұмыртқа жағып, бетіне күнжіт себіп, қызып тұрған печкада 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аласыздар қыздар. Ішіндегі еті піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Әдем болып пісіп, сочный, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күнделікті тамақтардан жалыққан кезде өте керемет, таптырмас тамақ деп айтар едім. Бұны қыздар өте тойымды болады өзі, және де балапандар жақсы сүйіп жейтін болады қыздар. Міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Бұл қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар қыздар. Рахмет.